Сәлеметсіз бе? Біз Маңғыстау облысынан хабарласып тұр едік. Тобық ойыны жайлы не білесіз? Біз тобық туралы зерттеп жүредік. Қазақ халқының ұлттық ойыны ғой. Қыздар мен жігіттердің арасында жақсы байланыс жасау, жақсы қарым-қатынас жасау тобық арқылы ойын. Енді бізді ойнап көрдік шет жағасынан болған бірнеше жағдайлар. Мен Рахила Машурова деген біздің өнерге еңбек сіңген қайраткер, сол қызбенен мен тобық ойнадым. Гастрольде жүргенде қолыма бір тобық түсіп, жақсылап тазарттым да жағына. Сол отырған жұрттың көзінше Рахилаға бердім тобық. 1 жылға срок деп айтып береді оны. Бердім. Одан көп уақытқа шейін жаңағы сұрауға бата алмай, Рахиланы білем өте маңызды, ұқыпты, ол жеңілмейді. Жеңілмейтін біле өткеннен кейін сахнада қозы көрпеш спектакль жүріп жатыр. Мен қодарды ойнаймын. Сол жаңағы қыздар, Баянның қыздары сахнаға шықты. Сосын 6 ай өткен тобықты бергеніме. Сосын ойладым, осы енді мынау ұлттық киім киіп шықты. Тобықты бүгін алып шыққан жоқ шығар деп ойладым да сахнаға шығып, қодар енді еркін жүрген адам ғой жазып. Залдан теріс қарап тұрып, көрерменге естіртпей, қолымды жайдым Рахилаға, тобық деп. Ол ана жерде жаңағы мінері бұлай, мына жердің бәрін ағытып жіберіп, сөйтсе мойнына неме байлап алған екен ғой. Жіппемен байлап алған. Соны келіп әкел, қолын тостырғам, әкеп алақаныма салды. Соған қарадым, қарасам баяғы өзім берген тобық. Андым. Содан кейін қодардың монологыменен енді қалған не шара бар маған деген сөзі бар қодардың. Соны айтып, тобықты сахнаның сыртына лақтырып жібердім да, ары қарай ойнап кеттік. Сөйтіп жеңіліп қалғам. Алып бердіңіз ғой. Тобықтан. Комплект алып. Содан кейін сұрағанын алып бересіз ғой. Не сондай. Сол жағадан сол кезде моды алтын комплект сырға, жүзік, сондай. Соны алып бердім, жамал жоқ, бір айлығыма. Керемет. Тобық ойыны жастарға не үйретеді? Сондай әдемі ойын, қазақтың әдемі ойыны тобық. Тобық ойыны жастарға не үйретеді, толығырақ айтып берсеңіз? Жастарға не үйретеді тобық ойыны дейді? Ойынның бір түрі ғой енді бұл жаңағы тазалыққа, достыққа шақыратын. Оған енді кез келген адаммен ойнамайсың ғой. Өзің қалжың жарасқан, әңгімең жарасқан адаммен ойнайсың. Ұтылсаң да не жалқы. Сондай әдем ойындардың қазір қалып баратқанда мен өкінем. Бұл енді қазақтың жақсы ойыны. Қазірде ойнауға болады. Біз қазіргі таңда осыны қолға алып жатырмыз. Соны қолға алып жатырмыз біз дейді. Осыны қолға алыңдар. Бұл әдем ойын. Біз қазір ешқандай әлгі адамын аусы жоқ. Кіршіксіз қойдың тобығы тазартып, беріп, оны сақтап, әдемі ғой. Көрдіңіз бе? Осы көп әдеміліктен айырылып қалдық. Әлгі ұлттық, ұлтшылдық деп
Mına oruslardın bizge takkan kınasının arkasında osunday bir edem oyunlardan, ultuk oyunlardan. Ondan arayı sosyalda bu edem olur. Kaydığı жағдайда, мысалы, bunun hiç kanday edemlilikten başka hiç kanday niyesi yok. Yanlış. Ziyanı yok. Rahmet. Sizlerге көп рахмет. Rahmet sizlerге. Biz sayысқа қатысып жатыр едік. Бізге бата беріңізші. Бата беріңізші. Ой, Сайысқа қатысып жатырмыз дейді. Сайысқа қатысып жатырмыз дейді осындай ұлттық ойындарына. Бата беріңіз. Katsa verdiniz. Yaxşılıkka karaya umutla verindler. Sendер el cassınlar. Ömürlerin alda. Jadiya olunlar. Jadiyalı olunlar. Jahtı olunlar. Ömürlü şömürlü olunlar. Halka hizmet etimler. Halkın sanın kuvvetimler. Yaxşı yolda savunlar. Yaxşı yolda savup, ülkün jadiya olup halkımızga yaxşı hizmet atlarlar. Allah'ım. Ой, қандай әдемі қызсыңдар. Көп рахмет апай. Жақсы. Жақсы. Sağ olun apay. Сау. Сау бола ғой. Мгм.